Илбе кадыша пазатыл ветеранарына айланып, Ағбан горатын пазы Алексей Лёмин танықтан. Шингс күні біздің қазынада ең олуық пазы арла өлікін. Оғыр шағынан кірген немец фашистерін сықын ордызын зарынандыры сүріп, анды оны да сабырында прай совет жоны араласқан. Миллион әркізі чұртызын персалған. Мұнды шайжыларының матырын, тыл істенжелерінің күлігін қайди да танықтырға керек. Шингс қара күнерті тапталған. Тоғазғада араласқан ша пазатыл ветеранары ол ырқы тұстарына сағысқа кергенер. Шит жүліне Шерсон ақынырға үгіредері жепі бұларының пазашколаның ең өн пөгінерінің пірсі бұларға керек. Украинадағы керектер анзын шақсы керешлепшелер. Шитре шоқиділбен нацистер пастарын көдіріп Россиядан тоғыр шөрін пастапсқанар. Шитерне фашистер идеологиясына төстеніп үскіргенер. 2001-2 жылда Россия өнетінші операциясын чарлыпсқан. Аның арылысылары өдек путоғазыға ғықыртылғанар. Фашистерді керек шығудығы, чтобы амыр бұлғын жүрді. Менің прадедушкам шаласқан без вести пропавший. Мен тоже сақшым, школа туысқанды контракт подписал. Пузымны же как бы военный был. Немді СВО попал в контракт. После контракта по ранению Чебарском. Сейчас долг выполнил перед родиной же. Өнетінші операциясы Илбек Кадыша тұзындағы шалызғалар парған жерлерді бірші. Ағыларының керен парқылары ұзорытшылар. Шингс қайди да пісті болар. Тоғазы аралысыларына Илбек Кадышадың сарынар толдырылған. Олар ветеранарыны ұрықы тұстарзар апарып тұрғанар. Қатығдашылар болса, анды оларының шит тұстары қалған. Шингс күнінің алғыстап, Ағбан город пазы Алексей Лёмин ветеранарға шақиқтар сыйлан. Алексей Баргаяков, Антон Новожилов, хабарларға.